Бүгін біз табада пісірілетін ең оңай торт жасаймыз. Ол үшін жұмыртқа қосамыз. Бір жұмыртқа қосып істесеңіздер де болады. Әркім өзінің қалауы бойынша жұмыртқа мен сгущенканы қосамыз. Бір сгущенканы полный қосуымыз керек. Және осыны жақсылап араластырамыз. Белкімен араластырсаңыз да болады. Өзіңіздің араластыратын қасықпен де араластырсаңыз болады. Жақсылап бір-бірімен жақсылап араласуы қажет. Жақсылап араластырып болғаннан соң ұнымыз бен қопсытқышымызды араластырып аламыз. Ұнымыз көп болып кетпеу қажет. Жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Если ұнымыз көп болып кететін болса, біздің тестамыз қатты болып қалады. Өте жұмсақ қылып илеуіміз керек. Ең алдымен белкімен барлығын қозғап аламын. Жақсылап, содан соң қолмен илейтін боламын. Осылай барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ұнды көп қоспаңыздар, тағы да айтамын. Ұнды көп қосуға болмайды. Осылай екіге бөліп, мен барлығын жақсылап араластырып аламын. Міне екіншісі салып жатырмын. Содан соң мен қолмен илейтін боламын. 450 граммнан артық ұн қосуға болмайды. Және ұнымыз бен қопсытқышымызды бірге араластырып салатын боламыз. Міне менің қамырым иленіп болды. Міне сәл-сәл ғана қолға жабысатындай болып тұр. Дәл осылай болу қажет. Және мен осыны 6 бөлікке бөліп аламын. Әркім өзінің қалауы бойынша. Менікі шағындау, орташалау, домалақта болады. Қатты үлкен қылатын болсаңыздар, жаңағы қоспалардың барлығын екіге көбейтулеріңіз керек. Міне мен осылай жұқалап жаямын. Қалыңдығы 2-3 сантиметр болған жөн. Қатты жұқада болып кетпеуі дұрыс. Және де қамырымыз бір-біріне жабысып не алатын болса, онда оған ұн қосу керек деген сөз. Міне мен осындай затпен кесем, тек жандарым басса, міне қараңыздар. Осылай өзі кесіп береді. Жай ғана мен жан-жағын баяла саламын. Әркім өзінің қалауы бойынша тарелкамен жан-жағын пышақпен кессеңіздер де болады. Бұндай нәрсе жоқ болса сіздерде. Маған осылай оңайлы. Пластмасста менікі бассаң өзі кесіле салады оңай. Міне тапаға саламын осылай. Және осылай мені қараңыздар, көрініп тұрма сіздерге? Аппақ болады. Мен екінші бетін аудардым. Міне осылай пістіремін. Менен 6 корж шықты. Міне қалыңдығын қараңыздар. Осылай болып піседі. Бұл піспей қалмайды, піседі. Міне менің енді крем дайындаймыз. Кремге 2 қасық қаймақ және 3 желание май және сгущенканы қосып жақсылап араластырып аламыз. 10-15 минут араластырамыз. Міне біздің коржымызға кремімізді жағып жатырмыз. Осылай асықпай, молынан салып жағасыздар. Крем өзінің бойына сіңіру қажет. Және осының барлығын жағып, бәрін асықпай, мол ғып жақсаңыздар кремді. Тортымызға жақсылап сіңсе, біздің тортымыз дәмді, әдемі болып шығады. Бойына сіңіру керек креміміз. Басқа да кремдер қолдануға болады. Клейгенмен жасалған крем қолдансаңыздар да болады. Мен тек осылай сгущенка, 3 желание және де 2 ас қасық қаймақ, сосын сахарный пудра қостым. Осының барлығын миксермен жақсылап араластырып алдым. 15-20 минуттай осындай қою өзінің формасын сақтап тұрады. Және мен жан-жағына өзінің кішкене ғана жұқалап қана өздерінің коржысын септім, бетіне сахарный пудра септім. Осылай жесеңіздер де болады. Әркім өзінің қалауы бойынша. Мен осылай шенің мен сәндеп шықтым. Жан-жағына қойдым, әсемдедім. Осылай болып шығады. Холодильникке 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат тұрса да вообще күшті болып шығады. Өйткені салқын жерде креміміз коржға өзінің жақсы сіңдетті. Бойына жақсы сіңіріп алады. Осылай дайын болады. Осылай шиемізді қатар-қатар қойып, әдемелеп, асықпай сәндейміз. Холодильникке салып қойсаңыздар да болады.
жоқ, егер салмаймын асығыспын десеңіздер де болады, бірақ негізі холодильникке салып қойған дұрыс. Осылай әрлейміз. Өте оңай әрі жылдам. Қонақ келіп қалса да, кісі келіп қалса да 1-2 сағат алдын тез дайындап, жарты сағатта дайындап үлгеруге болатын торт. Дәмі ерекше. Сүтті қыз дәміне ұқсайды. Сүтті қыз деген торттың дәміне қатты ұқсайды. Мінекей біздікі дайын болды. Дәмін татып бірге көретін боламыз. Қараңыздаршы, өте жұмсақ болып шықты менің тортым. Мінекей, өте жұмсақ болып шықты. Дәмі енді керемет болып шықты. Дайындап көріңіздер. Ас болсын бәрімізге.